Бөтеннің мүлкін ұрлау игі қылық емес, ал қарақшылық арсыз іс. Зевс ұлдарының бірде-біреуі құлқынын тойдыру үшін өтірік айтып, зорлық-зомбылық жолмен ұятты іске бармаған. Мұндай нәрсені елең қылмау керек деп сендіретін ақынға да, аңыз әңгіме ойлап табушыларға да алданып қалуға болмайды. Ұрлық пен озбырлыққа бара отырып, құдайлар да солай жасайды деген негізбен оны масқара тірлікке жатқызбауға болмас. Ұрлық-қарлық адамзаттың күнәсі екенін алғашқылардың бірі болып Платон жазған. Ежелгі грек философы бірінші болып ұры-қарыларды жазалауға шақырады. Ежелгі кәсіп мыңдаған жылдардан бері қалмай келеді. Оған жаза да уақытта қорқынышты емес. Ұрлық кез келген елдің ажырамас бір бөлігіне айналды. Мұнымен қоса полицей, детектив, із кесуші, сарапшылардың дайындық деңгейі де өсті. Жүздеген жылдардан бері олар қылмыскерлерді әшкерлеп келеді. Мемлекет басшысының тапсырысымен Қазақстанды Ішкі істер министрлігінің 2019-2020 жылдарға арналған ұрлыққа қарсы ведомстволық бағдарламасы жүзеге асырылуда. Қолға алынған күннен бастап ұрлық-қарлық санын 17%-ға төмендетудің сәті түсті. Алматы облысы Қайнар ауылы 22 бірде асыл тұқымды жылқы құпия жағдайда ізім қайым жоғалып кетеді. Куәгерлер де, басқан ізі де, күдіктілер де жоқ. Шағын табынның қожайыны полицияға хабарлауды басында ойына да алмайды. Өйткені еркін жайылымда жүрген жануарлар тау жаққа ескі жайлауға қарай бет алуы мүмкін. Бірнеше күндік іздеу жұмыстарына нәтиже болмаған соң, ер азамат бір қырсықтың шалғанын түсінеді. Ішкен тамағың бойынға сімей, не ұйқы жоқ, неше күн, не істерімізді білмей, әбден қиын болды. Бала шағада ұйықтамай, бәрімізді ұйықтамай, күн түнімен шапқылап, күн демей, түн демей жүрдік. Сол, ең табылғанына рахмет, бұл жылқының ішінде еще біз тазағанмен айналысатынбыз. Сол бәйге жүгіретін тайлар да болған оның ішінде. Жылқы үлкен отбасының жалғыз күн көріс көзі. Малдан айырылу, аш қалу деген сөз. Енді үміттек полицейлерде. Алматы облыстық полиция департаментінің қызметкерлері мұндай оқиғаға алғаш рет ұшырасып тұрған жоқ. Жедел уәкілдермен әңгімелесу барысында ер азамат маңызды сәттерді еске түсіреді. Бұлар өздері сол машинамен жүріп, анандай тауға шықпай-ақ осы трассаның бойында жүріп ақ, жаңағы машинамен ары өтіп, бері өтіп, кімнің малы байлаулы тұр, кім қамалады, соны өздері ориентировка жасап жүрген болу керек. Өйткені мен сол еткен кезде жаңа айтты, мен мотоциклмен айдап барғанымды, жаңа мына жерге тоқтағанымды, қай жерге тастағанымды бәрін олар машинамен келіп қарап отырыпты. Мына трассаның бойы ғой енді. Нерде міне арбуз егеді, нерде полялар бар, солар енді оларға қарамайсың, сол. Неше түрлі машиналар жүреді, оның қайсы бірін қарап жатасың. Сөйтсем мына трассаның бойында болғаннан кейін жаңалар ақырын машинамен келіп қарап жүріпті. Сол бойынша енді оның алдында да енді малдар осы жерде жоғалып, бірақ табылып жатты енді. Олай жаңағы жоқ болып кету бізде болған жоқ. Если раньше скот... Егер бұрындар малды алысқа, айталық 50-60 шақырымға айдап әкететін болса, ал қазір 2-3 шақырымға дейін аппаратта арнайы жүк көлігіне тоғытып, 1000-нан аса шақырым жерге алып кетеді. Расстояние. Мұндай қылмысқа алдын ала дайындалған әккі адамдар барады. Олардың өз көліктері, малды өткізетін жерлері бар. Көбіне ұрланған малды мал базарына апарады, не таныс адамдарына арзанға сатып жібереді, немесе көрші облыстарға алып кетеді. Сондықтан мал жоғалғанда әрбір минут қымбат. Соңғы жылдары Ішкі істер министрлігі мал базарын тәртіпке келтірді. Жиі жүргізілетін рейдтер сатушыларды құжатсыз малды сатып аларда ойлануға мәжбүрлейді. Өйткені әрі малынан айырылады, әрі арнайы баппен жазаға тартылады. Мысалы, құжатсыз мал келсе, жаңа тоқтатылады малдың құжаттары тексеріледі, ветеринар анықтама форма 1 справка тексеріледі. Болмаған жағдайда ровд-ға апарамыз. При задержании автомашины... Автокөлікті тоқтату барысында құжаты жоқ малды арнайы қораға барып қамайды. Қайдан келген мал, есігім, ұрлыққа мал емес пе деген сұрақтардың жауабы табылғанша сол жерде тұрады. Создавать такие загоны. Мал базардан бөлек жедел уәкілдер жол бойында да күзетеді.
Бау-кеспелер малды жүк көлігімен тасып әкетіп бара жатқанда, көбі көлік ішінде мерт болады. Мал ұрлығы тек ауыл кәсіпкерлеріне емес, мемлекеттік мал шаруашылығын дамыту бағдарламасының жүзеге асуына да зиянын тигізеді. Частенько просто табун берут, загоняют. Кейде табынды тау ішіне айдап алып кетеді. Біз іздеу жұмысын бастағанда олар шатқал ішінде тұруы мүмкін. Оларды басқа аймаққа алып кетуі ықтимал. Жылқыларды Шығыс Қазақстаннан тапқан кездерімізде болған. Қордай, Отар жақтан да ұстадық. Оттуда привозили ворованный скот. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание... Ең алдымен малдың есі сақ болу керек. Тиісінше көңіл бөліп, жануарлардың қауіпсіздігін ойлау қажет. Мысалы, мал жайылымда өз бетінше жайылып жүреді, бақта шатымен жоқ. Присмотра. Отсутствуют пастухи. 2018 жылдың қорытындысы бойынша мал ұрлығымен айналысқан 2124 адам мен 340 қылмыстық топ ұсталған. Екі бірдей ұйымдасқан топтың қылмыстық әрекетінің жолы кесілді. Да, был ранее судим. Иә, 175-ші бап бойынша бұрын сотталғам. Есі жайылып жүрген малдарды көрдім. 2 күн қатарынан аңдыдым. Оглянулся пару дней. Более 60% случаев Жалпы 60%-дан астамы жайылымнан ұрланады. Ол жерде мал қараусыз жүреді. сложного контроля и присмотра. Полицейлер тарапынан жүргізілетін алдын алу ұйымдастыру шаралары аталған қылмысты түбімен жоюға жеткіліксіз екенін мойындау керек. Осыған байланысты министрлікте мал ұрлығына қатысты қылмыстық кодекске түзетулер енгізу жобасы әзірленді. жылдың 5 айында республика аумағында 51.860 бөтеннің мүлкін ұрлау оқиғасы тіркелді. Бұл категорияның басым бөлігіне пәтер тонау мен ұялы телефон ұрлығы жатады. Елестетіп көріңіз, қазақстандықтардың үйіне 10.430 мәрте ұры түскен. Бір қарағанда қорқыныш ұялататын көрсеткіш болғанымен, полицейлер қылмыс санын өткен жылғымен салыстырғанда 10,1%-ға азайталды. Қылмысты ашу көрсеткіші де өсті. Нұрсұлтан қаласы 2018 жылдың жаз айы. 4 адамнан тұратын отбасының 2 мүшесі балалар. Бақытты отбасы жанұялық мерекені Бурабай шипажайында атап өтіп, әрі табиғатта демалып қайтпақ болады. Бірақ қуаныш ұзаққа созылмады. Қалаға оралғанда үйлеріне ұры түскенін түсінеді. Ну, конечно, мы сразу поняли, что... Әрине, үйімізге ұры түскенін бірден түсіндік. Өйткені бөлмелердің астан кестеңі шыққан. Бірден сейфке жүгірдік. Сол замат 102-ге қоңырау шалдық. Алтын бұйымдарымызды ұрлап кетіпті. И большое количество золота украли. Қылмыскерлерді ізін суытпай ұстайды деген үмітпен жапа шеккендер сол заматта полицияға жүгінеді. Оқиға орнына келген криминалистер мен жедел топ өкілдері бұл әккі ұрылардың әрекеті екенін, үйге тор орнатылмаған терезеден кіргенін анықтайды. Бұл үй бау-кеспелеріне үлкен көмек. Логика бойынша ұрланған заттар көп өтпей қара базарға барып түсетіні белгілі. Предметом посягательства преступников, как я сказал. Қылмыскерлерден алтын, зергерлік бұйымдар мен ақша ұрлаған. Мұндай қылмыстар 2-3 күн сайын жұмыс күндері, кешкі мезгілде сағат 8-ден түнгі 12-1-лерге дейін қайталанып отырды. До 12 ночи, до часу ночи. Үй бау-кеспелері әккі ұрылар болып саналады. Олар топ болып жұмыс істейді. Құрбандарын өте мұқият таңдайды. Жанұяның күн тәртібі, отбасы мүшелері, көршілердің белсенділігі қылмыскерлердің назарында жүргенін адам еш байқамауы да мүмкін. Негізінен олар сәулетті үйлерді торауылдайды. Үйдің шамы жанып тұрма, жоқ па, оны бір күн бұрын келіп байқап кетеді. Зердесіне тоқып алады. Содан соң коттеджге ену жоспарын құрады. Елордалық отбасының коттеджіне түскен қылмыскерлерді ұстаудың сәті түсті. Бұған 3 апта уақыт қажет болды. Бірден бірнеше бөлімшелер жұмылдырылды. Өйткені қылмыскерлер ұйымдасып әрекет еткен. Әрбір қадамды аңдып басады. Олардың бірі әккі сейф бұзушы, Атыраудан келген гастролер. Преступники проникали
Олар терезеден кіріп көп мөлшерде ақша, зергерлік бұйымдарды ұрлаған. Металл сейфті бұзат, яғни әккі бау-кеспелер. Қылмыс жасауға олардың 2-3 минут уақыты кеткен. Бұл қылмыстық топтың ерекше белгісі, олар үйге күзет дабылдамасы орнатылғанына қарамастан бейне бақылау жүйесін өшіріп отырған. Были оборудованы охранной сигнализацией. Нашли коттедж, следили за хозяином. Бір коттеджді нысанаға алдық. Оңтүстік шығыс ауданда орналасқан. Үйде оның қожайынын аңдыдық. Содан соң терезеден кірдік. Бағалы заттарды, ақша, алтын бұйымдарын алып шықтық. Ценные вещи, деньги, золотые изделия. После как мы задерживаем преступников, Қылмыскерлерді ұстаған соң олардың туыстары, бауырлары, достарының атына рәсімделген кепіл билет алынады. Әдетте олар өз атына емес, достарының атына рәсімдейді. они оформляют в основном Сол арқылы ломбардтан алтын, гауһар бұйымдарды, бағалы заттарды тәркілейміз. ценные вещи. Ломбардқа ұрланған зат өткізілгенін ескерту мақсатында Ұлттық экономика министрлігі Қазақстан Республикасы сауда қызметін реттеу туралы заңына өзгертулер мен толықтырулар енгізуді қолға алады. Пәтер ұрлығының алдын алу үшін Ішкі істер министрлігі тұрақты түрде жергілікті атқару органымен бірлесіп жұмыс істеуде. Жетістіктердің бірі тұрғын үй аулаларына 62 000 бейнебақылау камерасы орнатылған. Оның 41 000-нан астамы қауіпсіз аулаға жатады. 2018 жылы олардың көмегімен 1,5 мыңнан астам қылмыс ашылып, 45 000-нан аса әкімшілік құқық бұзушылық әрекеті анықталды. Айна, дөңгелек, басқа да автобөлшек ұрлығы қоғамның алаңдаушылығын туғызуда. Бұл қылмыскерлер арасында кең тараған кәсіп. Тек 2018 жылдың өзінде автокөліктердің бүйір айнасын ұрлау оқиғасы 518-ге жетсе, 2019 жылдың 3 айында осындай 99 оқиға тіркелген. 2019 жылдың ақпан айы Нұр-Сұлтан қаласы 102 патруліне Мөлтек аудан тұрғындарынан шағым түседі. 15 бірдей қымбат жол таңдамайтын көлік бау-кеспелердің құрбанына айналыпты. Шам, айна, молдингілер жоғалады. Санаулы секундтар ішінде көліктің бар құнды затын шешіп әкетеді. Краденые автозапчасти сдают на прием. Ұрланған заттарды көлік базарларындағы автобөлшектерді қабылдау және қара түрлі түсті металл қабылдау орындарына апарып өткізеді. Сондай-ақ ғаламтордағы автобөлшектер сату сайттарына жүктейді. По продаже автозапчастей. Сандық жүйеге көшу және аулаларға заманауи қондырғылардың орнатылуы көлік ұрлығын ашуды жеңілдетті. Камералық бақылау жүйесінің көмегімен мамандар оқиғаның бастапқы орнынан сату орнына дейінгі қылмыскерлердің ізін бақылай алады. Осылай елордада әккі көлік бау-кеспесі қолға түседі. По установлению данного лица нами были... Ол адамды ұстап, оның қылмыстық әрекетін құжаттау бойынша бірқатар кешенді шаралар жүргізілді. Оны қылмыс үстінде қолға түсіруге 10 күн уақыт қажет болды. Арнайы шара барысында ол адамды үйдің жанынан ұстап, айғақ заттарды тәркіледік. Дегенмен ұсталғаннан кейін ол қылмысын мойындаудан үзілді-кесілді бас тартты. Вину в совершении данного преступления. Күнәсін мойындамау көлік бау-кеспесіне тән сипат. Әккі ұры еш уақытта жасаған қылмысын мойындамайды. Полиция айғақ зат таппайды деп үміттенеді. Жедел топтың ойындағысы дәл шығып, күдіктінің пәтерін тінту нәтиже берді. Шетелдік көліктердің ондаған автобөлшектерін қораптарға тізіп салып, сатуға дайындап қойыпты. Шел по улицам и увидел машину. Көшемен келе жатып көлікті көріп қалдым. Шамына көзім түсті. 15-тен аса шетел көлігі тұрды. Porsche Cayenne, Audi Q7 көліктердің автобөлшектерін шешу оңай. И самое легкое снять. Ұрлыққа автобөлшектерді өткізу әрекетінің кең қанат жаюы Ішкі істер министрлігі тарапынан қатаң шаралар қолдануға мәжбүр етті. Бүкіл республика бойынша арнайы рейдтер жүргізеді. Жедел топ әрбір дүкенді, әрбір автобөлшекті тексеруге көшеді. Көп жағдайда жапа шеккендер дүкен сөрелерінен тәркіленген бөлшектерді таниды. Мұндай орындарда баға нарықтағыдан 30-40%-ға арзан. Қазіргі таңда Ішкі істер министрлігі, Ұлттық экономика министрлігі ішкі сауда-саттық ережесіне өзгертулер енгізуде.
Соған сәйкес пайдаланылған автобөлшектер арнайы дүкендерге ғана сатылып, сауда-саттық келісімінде автобөлшекті өткізушінің аты жөні көрсетілуі тиіс. Жедел топ азаматтары сақтыққа шақырады. Егер ұрының үстінен түссе, оны өз бетінше ұстауға әрекет етпеуге кеңес береді. Ни в коем случае не пробовать задержать. Егер бөтен біреудің көлігіне ұры түсіп жатқанын көрсе, оны өз бетінше ұстауға әрекеттенбеу керек. 102-ге қоңырау шалып, қылмыскердің қайда бағыт алғанын сыртынан бақылап тұруға болады. Ұстаймын деп ерлік танытудың қажеті жоқ. Не пытаться задержать. Қазақстанда кең тараған ұрлық түрі қалта ұрлығы. Жыл басынан бері бүкіл ел бойынша 11.102 дерек тіркелген. С начала года зарегистрировано 390. Жыл басынан бері Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 390 қалта ұрлығы тіркелді. Былтырғымен салыстырғанда көрсеткіш 50%-ға, нақтырақ 45-47%-ға төмендеді. Елордада қалта ұрлығын азайтудың сәті түсті. Біріншіден бұл жедел топ уәкілдер атқарған ауыр да ерен еңбек. Олар уақытпен санаспай, үнемі жұмыс үстінде жүреді. Өз ісін жақсы көреді. Бұл салада мол тәжірибесі бар. Қалта ұрлығын азайтудың негізгі факторы осы деп айтуға болады. Снижение карманных краж. Полиция қызметкері қылмыскерді жүріс-тұрысынан, мәнерінен, сырт келбетінен, бет әлбетінен ажырата алады. Қалта ұрлығы орын алатын жерлер қоғамдық көлік, ірі сауда орталықтары мен базарлар. В автобусе карманные кражи тоже разделяются. Автобус ішіндегі қалта ұрлығы екі түрге бөлінеді. Салонда және автобусқа кірерде. Адамдар қысылып, қымтырылып автобусқа мініп жатқанда баугеспе ұрлыққа көшеді. Көбіне ол жалғыз өзі әрекет етпейді, онымен бірге сыбайласы жүреді. Оны мандар деп атайды. Ол автобусқа кіреберісте әдейі кептеліс ұйымдастырады. Осы сәтте сыбайласпен басты әрекет етуші арасында құрбан қыстырылып қалады да қалта ұрлығы орын алады. Сыбайлас келесі аялдамадан түсіп қалу мүмкін. Олар басқа жерде кездеседі. Немесе автобусты шатастырып алғандай кейіп танытып, жүгіріп түсіп қалады. Ұрланған затты тапсыруға тырысады. Идут реализовывать. Әккі қалта баукеспесін анықтау қарапайым азаматқа қиын. Ал криминалды полиция қызметкеріне қиын деп айта алмайсың. Тәжірибелі маманның міндеті қылмыскердің ізіне түсіп, ұрлау әрекеті барысында қолға түсіру. Қазақстан полициясының бұған шамасы жетеді. Таңғы сағат 7-ден кеш батқанша шұғыл топ өкілдері ұрлықтың жолын кесіп, баукесперлерді ұстаумен айналысады. Вообще ворованные телефоны. Телефон ұрысы сауда үйлеріне барып, қолданған телефондарды қабылдайтын орындарға немесе ломбардтарға өткізеді. Сондықтан кешкі қарбалас сәт басталғанда қолданылған телефондарды қабылдайтын орындардың маңына барып жұмыс істейміз. Сол жерде ұрыны ұстап та алуымыз мүмкін. Может быть, мы там поймаем. В декабре 2017 года 2017 жылдың желтоқсанында телекоммуникация комитетімен бірігіп, абоненттерді тіркеу ережесін әзірледі. Ұялы телефон, яғни оның email коды сим-карта мен абоненттің жеке сәйкестендіру нөміріне бекітілуі тиіс. Бұдан біз не ұтамыз? Жұмыс істеп тұрған ұялы телефондардың бәрінің жеке қожайыны болады. Яғни өз иесінің атына тіркеледі. Бұл ереже іске қосылған соң елде телефон ұрлығымен айналысудың мәні болмайды. Өйткені оларды қоса алмайсың. Ол жұмыс істемейді. Во-первых, их не подключишь, они не будут функционировать, не будут работать. Тағы бір маңызды проблема кәріз жүйесінің металл қақпақтарын ұрлау. Биылғы жылдың 3 айында республика бойынша 63 дерек тіркелген. Всему виной, наверное, бесконтрольный деятельность. Бұған қара және түрлі түсті металдарды қабылдау орындарының бейберекет жұмысы кінәлі. Бұл кәсіп түрі қазіргі таңда лицензияланбаған. Металл қабылдаумен айналысатын жеке адамдар көбейген. Скупка данного металла. Бұл қылмысқа қарсы ведомстволық бағдарламаның басым бағыты. Орташа ауырлықтағы қылмысты ашу, алдын алу, тергеу. Қазіргі таңда оның үлесі 98%. Алға қойылған мәселені шешу тек полицияға ғана емес, басқа да мемлекеттік органдарға байланысты. Полиция хотелось бы, наверное, Полиция азаматтарды өз мүлкін сақтауға немқұрайды қарамауға шақырады. Көбінесе қамсыздықтан шығады. Адамдар мүлкін қараусыз қалдырады. Сондықтан бұл мәселені бәріміз бірігіп шешейік. вместе, сообща, решили эту проблему.
Ведомствоаралық комиссия отырысының нәтижесінде ұлттық экономика министрлігіне автокөліктерді бөлшектеу, жою, сондай-ақ қара және түрлі түсті металл қабылдау бекеттері мен сауда орындарының жұмысына деген талапты күшейту тапсырылды. Басты мақсат қазақстандықтардың ұрланған мүлкін осындай орындарда сату дерегін жою.